Жеңілмейтін махаббат, Салтанат Найхан. Пьеса. Бөден. 6-шы көрініс. Директордың кабинеті екі ағылшындық пен аудармашы кіреді. Директор: «Я, сонымен асырап алатын бала табылды ма? Табылмады ма?» Аудармашы: «Табылды, директор мырза. Ол бала асырап алуды мақсат еткендіктен таңдауда қиынға түспеді. Ол балалар, оның ішінде қазақ балалар аз екен». Директор: «Енді аз екен деп өкініп тұрған жоқ шығарсыңдар?» Аудармашы: «Жоқ, таңдау бірден 8 жасар қазақ балаға түсті. Баланың өзі де қарсы емес сияқты». Директор: «8 жасарларың тым үлкен емес пе? Ертең ол елдің тілін меңгеріп кетуі, сіңіп кетуі қалай болар екен? Әлде бұлар баламен қоса сені де сатып алды ма?» Аудармашы: «Сіз айтасыз. Жас бала тез-ақ үйреніп кетеді. Ары кетсе бірер ай. Жас балалардың қабылдауы өте тез. Өткен айда кеткен бір сәби 15 күннің ішінде сайрап кетіпті». Директор: «Солай ма? Сайратып жатырмыз де. Дұрыс сайрасын. 8 жасар деймісің?» Аудармашы: «Біз Арман деген баланы асырап алатын болдық. Бізге қатты ұнады. Салмақты, өте парасатты бала екен» дейді. Директор: «Арман? Сендер өзі тұтығып. Арман дейсіңдер ме? Іңкәр екеуін қалай ажыратып аласыңдар? Іңкәр деген қызы жоқ, досы бар. Екеуі бірге туған шаранадай жақын. Қалай болар екен мыналарың?» Ойланып: «Арманның өзі келісім беріп отырса, балада болса бір білгені бар шығар». Осы кезде сырттан Арман мен Іңкәрді ертіп тәрбиеші апай кіреді. Директор: «Құдай-ау, мына заман не болып барады? Жат желіктердің айтып тұрғаны рас па?» Тәрбиеші: «Рас болғанда қандай? Ыбырас. Қазақ баласы асырап алғысы келеді екен. Арманнан басқа кімді таңдасын?» Директор: «Бұл екі балаға тиіспеу керек. Бұл екі баланы ажыратуға болмайды дегенің қайда? Бір-бірінсіз өмір сүре алмайды деп 6 айрығыңнан арасан ағып, қорғап қолпаштағаның осы ма?» Арман: «Ағай, мен өзім келістім». Директор не айтарын білмей: Сен балам Іңкәрді». Өз сөзіне өзі ұялып: «Туй, құрып кеткір, екеуің қатты дос емессіңдер ме? Ертең бір-біріңді сағынбайсыңдар ма? Сен жоқта Іңкәр не істейді?» Іңкәр: «Кете берсін. Арман өскенде үлкен білім иесі атанып, мені келіп алып кетеді». Директор күрсініп: «Баласыңдар ғой, бала, қайтейін. Ертең ес кіргенде еңіреп, екі етектерін көйлі бола ма деп қорқам». Іңкәрға: «Қызым, Арман өсіп жігіт болғанша қаншама жылдар өтеді. Ертең сағынсаң қайтесің, шыдай аласың ба?» Іңкәр: «Сағынбаймын, шыдаймын, ағай». Тәрбиеші: «Басқа салғанын бас бармақта көреді. Балалардың әуелден сағынды сындырмайық». Директор: «Я, дұрыс айтасың. Аудармашы мен ағылшындықтарға жинала беріңдер». Іңкәр осы кезде жылап жібереді. Директор: «Әні басталды». Тәрбиеші: «Қызым-ау, біз келісіп едік қой. Қой, жылама, жамандарын бастап. Қоя ғой кәне». Арман шетке таман алып шығып: «Іңкәр, жыламашы. Мен үлкен жігіт болғанда сені келіп алып кетем. Апай айтады, шет елде үлкен білім алып, мықты азамат боласың. Болашақта елімізге білімді азаматтар керек» дейді. Директор терісіне сыймай тәрбиешіге телміре қарап басын шайқады. Іңкәр: «Я, түсінем ғой, Арман. Мені де біреу бала қылып алса қуанар ем. Бірақ...» Үнсіздік. Арман: «Бірақ не? Айтшы». Іңкәр: «Бірақ қазақ болса екен». Арман: «Ондай жоқ сияқты, Іңкәр. Сені тастап кеткен кісілер де қазақ қой». Іңкәр: «Америка деген елде қазақтар бар деді ғой жаңа аудармашы ағай». Арман: «Америка бай ел дейді. Бай болсам Қазақстанға көп бидай егем. Содан соң әр үйге бір қаптан таратып берем». Іңкәр: «Мен ұмытпашы, жарай ма?» Арман: «Ұмытпаймын, өскенде келем. Жолғамыз әлі, сен мықты қызсың, жеңілме». Іңкәр: «Білмеймін, қорқамын». Арман: «Директор аға мен апай үкіметтің бір білгені бар шығар» дейді. Ағылшындықтар мен директор және тәрбиеші апай кіреді. Директор әдейілденіп: «Болды, Арман, еңірей берме. Шетке кетіп жатқан жалғыз сен емес. Қазақтың ұлы ұрпағы әлсіз екен демесін. Қазақ деп, батыр деп сені таңдады.
екеуін нұсқап. Мына екі баласыз жат жерлік Іңкәрға. Сен Арманды босат, жолығасыңдар әлі, амал жоқ. Тәрбиеші Іңкәрға, жылама қызым, Арман өте мықты бала. Сол үшін мына адамдар Арманды таңдады. Олар бар махаббатын салып өсіруге уәде берді. Іңкәр басын изейді. Адриан, біз саған жақсы қараймыз, қорықпа. Мариса басынан еркелете сипап. Арман осы сәттен бастап, мен сенің мамаңмын. Адриан, I will be your father, my son. Аудармашы, мен әкең болам балам, дегені. Директор қаңсып қалыпты вә жарықтықтар. Қатын болған соң бала таппаса не қылады екен осылар? Қазақ шіркін неткен дана халық десеңші. Таңдап жүріп қазақ қатындары өзі тоқал алып беретін. Тәрбиеші мен аудармашы еріксіз күліп жібереді. Де ағылшындықтардың үрке қарағаннан ұялып ауыздарын жиып ала қояды. Аудармашы, біздің тұрысымыз мынау. Қонақтарымыздың ой кешірерсіз, негізі біздің уақытымыз тығыз еді. Әлі қаншама документация бар. Айгүл Арманның сөмкесін заттарын алып келеді. Көзін арағытып сүрте береді. Сездірмеуге тырысатын сияқты. Мариса суретке түсіріп алмақшы болады. Директор, түсіріп алайық. Өзіміздің тарихта қалмаста Американың тарихында қалайық. Бәрі тұрып суретке түседі. Тәрбиеші, ал Арман апайыңды ұмытушы болма. Директор, соғыстың ілкі күндерін еске түсіріп жібердіңдер ғой тегі. Болды доғарыңдар. Бала жолынан қалмасын. Арманыңа жет. Армандарыңды ұмытпа. Ал сау бол. Тез-теріс айналып шетке тұрады. Арман үлкен жерден ұялып тұрғаны сезіліп, қош бол Іңкәр, қолын береді. Мен кетейін. Іңкәр үндемей жерге қараған күйі қолын береді. Директор тәрбиеші Іңкәр орнында қалады. Екі ағылшындық пен аудармашы Арманды ертіп, сахна сыртына беттейді. Ойламаған жерден Іңкәр директордың қолынан жұлқып шығып, Арман деп артынан тұра жүгіреді. Арманда қарсы жүгіріп, екі бала құшағы айқасып тұрып қалады. Жарық сөнеді, ұшақтың ұшып кетіп жатқан дауысы естіледі.